Биыл плюс 46 градусқа дейін ыстық болады. Мамандар мұндай аномальды ауа райы әсіресе оңтүстік шығыс және орталық Қазақстанда айрықша байқалатынын айтады. Кейінгі жылдары кездеспеген температуралық өзгеріске не себеп? Одан келетін қауіп қандай? Тілші айтады. Қазақстанның оңтүстік шығысында жатқан Қордайда күн ысып қапырық болғалы біраз уақыт өтті. Жауғалы тұрған жаңбырды жел екпіні айдап әкетіп, аудандағы ағайынға жауын-шашын арманға айналды. Аптапыстық жаздың өзіне тән ерекшелігі десек те, синоптиктер биылғы шілде-тамыз бұрынғыдан өзгерек деп дабыл қағып отыр. Қазгидромет өкілдері тіпті Астанада 85 жыл бұрынғы температуралық рекордтың жаңарғанын айтады. Оңтүстікте күннің 40 градусқа дейін ысуы қалыпты жағдай. Ал елордада биылғы плюс 36,8 деген көрсеткіштің өзі бұрын соңды болмаған құбылыс екен. Мамандар мұндай аптаптың бірнеше себебі бар дейді. Жекелеген жылдары Иран мен Орталық Азия аумақтарынан тропиктік ауа массаларының тұрақты тасымалдануы нәтижесінде аномальды ыстық ауа райы қалыптасуы мүмкін. Мұндай жағдай 2023 жылғы маусым айында байқалып, еліміздің солтүстік өңірлерінде ауа температурасы 39 градусқа дейін көтерілген болатын. Ал 2023 жылғы шілдеде қатты ыстық 42 градусқа дейін жетті. Осындай жағдай 2026 жылдың шілде айында да қайталануда. Айта кету керек, биылғы шілде айындағы мұндай жоғары температуралық фон климаттық нормадан 2-7 градусқа дейін көтеріліп, және аномальды ыстық болып саналады. Күннің суы жазды жағажайда өткіземін деп жоспарлағандар үшін үлкен қуаныш. Бірақ қан қысымы жиі көтеріліп, жүрегі сыр беретін азаматтарға аптапта абай болған жөн. Дәрігерлер де осыны айтып, дабыл қағып отыр. Жеңіл киіну керек, ашық, ақ түсті киімдер көбінесе, бас киім, міндетті түрде бас киім кию керек. Ең алдымен слабость, бас ауру, бас айналу, дене қызуы көтеріледі, адам жүрек айнып құсуы мүмкін. Балаларды көбінесе күннің ыстығында, күн қатты ыстық болса, көшеге шығармау керек негізі. Көбінесе үлкен қарияларымыз инсульт алып қалуы мүмкін, инфаркт алып қалуы мүмкін. Көбінесе ол кісілер базарда, сояқта жүреді аралап. Көбінесе ең көбі давление көтеріледі. Ол кісілерге енді жанында дәрі-дәрмектерін алып жүрген дұрыс. Жүрек давлениесі көтерілетін үлкен қарияларымыз бар ғой. Соларға дәрі-дәрмектерін алып жүрген дұрыс көбінесе жанында. У кого проблемы с гипертонией, сердечные проблемы, им очень вредно выходить. Қазір күн ыстығына байланысты үлкен кісілердің давлениесі көтеріліп кетеді, білмеймін, қиын сияқты. Үлкен кісілерге әсіресе. Медицина мамандары әсіресе балаларға сақ болуды ескертеді. Күннің тікелей сәулесінен қашып, көлік ішінде жалғыз қалмау өмірді сақтаудың қарапайым, бірақ ең қажет ережесі екенін ескерген абзал. Қоса кетейік, синоптиктердің болжамынша елдің бірқатар өңірінде ыстық ауа райы әлі де сақтала бермек. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.